Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасының шеңберінде біз бір мәселені айтқан болатынбыз өзіміздің сайлаушыларымызға. Ол дегеніміз, енді ауылға баратын жас мамандарға, жас дәрігерлерге ауылға баруды ынталандыру үшін біз бір мезгіл көтерме ақша береміз деп біз айтқан болатынбыз. Міне біз қазіргі уақытта осы өзіміздің берген уәдемізді орындап отырмыз. Бұл заң жобасы қабылданды. Енді ауылға барған медицина саласы бойынша істейтін жас маман бір дегенде 100 ең төмен жалақы шеңберінде көтерме ақы алатын болады. Бұл өте маңызды. Және оған қосымша қазіргі уақытта бар дипломмен ауылға бойынша несиесі бар, басқа да көтерме ақысы бар, оны ешкім алып тастаған жоқ. Сол бар көтерме ақының үстіне біз тағы да жаңа бір көтерме ақыны осы медицина саласында жұмысқа баратын мамандарды қолдау үшін, ауылдағы медицинаны дамыту үшін, ауылдағы мамандардың жетіспеушілік проблемасын шешу үшін 100 ең минималды айлыққа тең қазіргі уақытта көтерме ақыны беріп отырмыз. Биылғы жылы бұл 9 миллионға жуық қаражат. 9 миллион жаңадан келген 9 миллионға жуық қаражат. Ол жаңадан ауылға көшпеген маман үшін ол өте жақсы қолдау деп мен сенемін.